Ассалаумалейкум қазақ елі, сіздермен BM Motors компаниясы. Бүгін Айдар ағамыздың көлігі Алматыға келіп жетті. Бүгін Айдар ағамызға көлікті тапсырамыз. Айдар аға, көлігіңіз құтты болсын. Рахмет. Міне кілтіңіз. Және де біздің компанияның артына сізге подарка, первый необходимый заттар. Ішінде ол косметичка, тряпка, анау-мынау керек заттар. Және де біздің компания туралы бір екі сөз айтып жіберсеңіз. Ассалаумалейкум баршаларыңызға. Алланың қалауымен автокөлігіміз Корея мемлекетінен жетті. Осыдан бір ай бұрын машина іздеген болатын. Біраз интернет жүйелерін қарадым. Instagram жүйесін, TikTok жүйесін. Сол кезде BM Motors компаниясының ұжымына істеп жатқан жұмыстарына ырза болып, сол компанияға тапсырыс беруге өзім шешіп қабылдадым. Құдайға шүкір, машинамызды Кореядағы сіздердің ұжымдарыңыздағы Балдар Мақсат деген бауырларыңыз таңдасты. Бәрі ойымдағыдай шықты. Машина таңдады, үтір нүктесі үшін деп айтқан, бәрін қабылдап алды. Ойымдағыдай шықты енді. Машина өзіме ұнап отыр. Заводской краскасымен ұрылмаған, сырылмаған. Пробегі де аз, 66.700. Бұлақтан Қазақстанда болсын, Армения болсын, Грузияда болсын, бұндай пробегтен табу мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Сол бәріне рахмет ұжымдарыңызға. Және де Айдар аға, бір сұрақ бар еді, жеткізу уақыты қалай болды сізге? Жеткізу уақытысы бізге 30 күн деп айтқан етін, 30 күн емес, алайда 20 күнде жетті. Осы енді Наурыз мейрам болып қалды, 21-не түсіп қап, мейрам күндері болды. Бүгін ауылге сәт түсіп тұр, Наурыз айында. Жарайды, рахмет Айдар аға, мәшінеңіз құтты болсын. Сау болың. Рахмет барлықтарыңызға. Сіздердің ұжымдарыңыз үлкейе берсін, көркейе берсін, тапсырыс берушілер көбейе берсін. Қорықпай тапсырыс беріңіздер. Рахмет. Бөлексің, жаным бөлексің, күлімде оянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің, ауадай жаным маған керексің.